Нұсқа 11-ші есепті талдап өтейік. Яғни бізге қандай да бір y тең a бөлінген x функциясы берілген. И осы функцияны x тең 1 және x тең 3 аралығында осы функцияны істеп жатырық дейді, шектеп жатыр. Енді осы шектелген аралық бойымен ox өсімен не істейді бізге 360 градусқа айналдырады. Яғни бір толық айналым деген 360. Яғни мына функцияны айналдырған кезде мына жердегі нәрсеміз бізде қайқа түседі. Мына аралықтың ұзындығы қанша болса, төмен қарай дәл солай түседі. Мына жерінде дәл солай түседі. Сол кезде біздің функциямыз мына түрде түрлендіреді. Енді оны бүйтіп сызып көрсететін болсақ, яғни сіздерде не жерде пайда болады? Шеңбер пайда болады, мына жерде де шеңбер пайда болады. Яғни мына түрде фигура пайда болады бізге. Енді осының бізге несін тап деп тұр? Көлемін тап деп тұр. Енді көлем табудың өзінің формуласы бар, айналып v тең не арқылы шығарамыз? Пи интеграл неменен арасы, яғни шектері a мен b-ның арасында, яғни функциямыз бізде y соның квадратын істейміз dx, яғни интегралдап осыны есептесек, біз мына фигураның айналу денесінің көлемін таба алады екенбіз. Енді бізде есептің шартында көлемі дайын тұр, ол көлемі неше деп тұр? 24 пи деп. Енді пайдаланайық. Бізде есептің шарты бойынша олардың шектері белгілі. Яғни мына жерде бізде 1 мен шектеліп жатыр, мына жерде нешемен? 3 мен шектеліп жатыр. Және үстінен басып жүрміз, соны көрінбей қалды. Значит, формуласын жазып қояйық. v тең пи интеграл. Енді a мен b-ның орнына апарып не қоямын? Неше мен нешенің арасында шектеліп жатыр? 1 мен 3-тің. Значит, кішкентай санды астына жазамын, үлкен санды үстіне жазамын. Яғни міндетті түрде кіші сан астына, үлкен сан үстіне жазылады. Енді бізге y-тің квадрат дейді. Y-тің орнында не тұр бізде? Значит, бізде мына a бөлінген x деген функция тұр. Значит, сол өрнекті әкеліп қоямыз мына жерге функцияны. Сосын осы функцияны істейміз, квадраттауымыз керек екен. Осы неге тең? dx. Енді осыны есептеңіз дейді. Осы кезде есептеңізде оның көлемі 24 пиге тең болады дейді. Ал бастайық. Енді a-ның мәнін тап деп тұр бізге. A-ның мәнін табу үшін бірінші мынаны істеп алуымыз керек, квадраттап интегралын табуымыз керек. Дұрыстап жазып алайық енді. Пи интеграл 1-ден 3-ке дейін, мынаны квадраттайтын болсақ, a квадрат бөлінген x квадрат болады. dx-ке. Есептейік, 24 пиді соңынан қолданамыз. Енді a деген ол бізде какой-то бір сан ғой ол. Сондықтан бізде саннан интеграл алмаймыз ғой, сондықтан оны қайқа шығарып жібереміз? Интеграл белгісінің алдына шығарып жібереміз. Пи a квадрат интеграл 1-ден 3-ке дейін. Енді x квадрат қайақта тұрады? Бөлшектің бөлімде тұр. Енді давайте оны бөлшектің алдына шығарып жіберейік. Не шығады сол кезде? X-тің минус 2 дәрежесі шығады. Бөлшекте тұрғанда алдына шығарып жатырық. Енді осыны интегралдауымыз керек. Сонда пи a квадрат x-тің минус 2 дәрежесі интеграл неге тең болады? X-тің қандай дәрежесі? Минус 1 дәрежесі бөлінген минус 1 болып шығады екен. Интегралдап болдым, енді шектерін жазамын. 1-ден 3-ке дейін. Ал оны есептейік. Енді бірінші қай шекті қоямыз? Бірінші 3-ті әкеп қоямыз. Пи a квадратқа тиіспейік, жақшақ қояқ көбейту, бірінші 3-ті әкеп қояқ. Сонда не болады? Мынаны дұрыстап жазып алайық, жай өле. Дұрыстап жазылмасақ, қазір түсінбей қалуымыз мүмкін. Сондықтан x-тің минус 1 дәрежесі минус 1-ді, минус 1 көбейту болғандықтан алдына шығарып жібереміз. Сосын көбейту, x қайқа кетеді? Дәрежесін оңғылау үшін ол бөлшектің бөліміне кетеді. 1 бөлінген x түрінде жазып алайық. 1-ден 3-ке дейін. Енді апарып қоюға болады. Минус пи a квадрат жазып қояйын, көбейту. Енді бірінші әкеп кімді әкеп қоямыз? 3-ті апарып қоямыз шекті. X-тің орнына 1 бөлінген 3 минус келесі кімді әкеп қоямыз? 1 бөлінген 1. Енді жақшаның ішін есептеп алайық. 3-тен 1-ден 1-ден 1-ді айтамыз. Ортақ бөлім 3-тен береміз. Сонда минус пи a квадрат көбейтілген неше болады? 1-ден 3 айтамыз. Сонда минус 3-тен 2 шығады. Енді көбейтіп жүрейік, мына екеуінің арасында көбейту болғандықтан санды бірінші жазайық. 3-тен 2 болады. Өйткені мына минус пен минус плюске айналады. Пи a квадрат. Міне. Біз фигураның көлемінің формуласымен тауып қойдық. Енді осы нешеге тең дедік бағана біз? 24 пиге тең. Осыны қолданамыз енді. 3-тен 2 пи a квадрат тең болады 24 пиге. Енді қарап тұрсаңыздар, пи мен пи қысқарады, a квадрат табайық осы жерден. Сонда осы жерден a квадрат тең болады 24-ті не істейміз? Мына жаққа шыққан кезде ол бөлу болып шығады, 3-тен 2. Сонда a квадрат тең болады, көбейтуге айналдырамыз, 24 көбейту 2-ден 3 болады. Қысқартып жіберейік, мына екеуін 12 қалады. Сонда осы жерден қорытынды жасаймыз, a квадрат тең нешеге? 36-ға. Вот a-ның мәнін таптық. Енді a квадрат таптық. Енді a квадрат 36-ға тең болса, онда a тең неше болады? A квадрат 36-ға тең болса, онда a-ның екі мәні бар. A тең плюс минус 6 болуы мүмкін. Енді есептің шартына абайлап қарасаңыздар, a саны қандай деп тұр? Теріс емес. Значит, біз қорытынды жасауымыз керек. Жауабы, яғни біз a-ның мәнін только қандай мәнін аламыз? Оң мәнін аламыз. Өйткені есептің шартында теріс емес деп жазылған.